Жанр – комедия, отбасылық фэнтези. Мерзімі – 3-5 минут. Негізгі идея – үйдің екі мысығы адамдар жоқ кезде нағыз сөйлей алады екен. Қарақат семіз, әлсірген, тәжірибелі мысық. Шілде жас, қызыққыш, ақымақтық істерге бейім. Үй бос. Қарақат диванда ұйықтап жатыр. Шілде терезеден сырттағы торғайды қуып жүр. Шілде қуана, қарақат. Мен бүгін торғай ұстаймын деп уәде беремін. Қарақат көзін ашпай, Шілде 10 жыл бойы солай айтып жатырсың. Шілде торғайды қуып, базаны құлатады. Ол сынықтарды жасыру үшін оларды диван астына итереді. Қарақат кенет оянып, құдайым-ай. Үй иесі келсе, бізді тауық суына салады. Шілде қорқып, не істейік? Қарақат ақылдылықтан танытады. Олар сынықтарды жапсарлап, оны қазіргі заманғы өнер деп сатады. Үй иесі келіп күледі. Үй иесі: мысықтарым, сендер дахилерсіңдер. Мысықтар бір-біріне қызық қарап, адамдар түсінбейтін сырлы күлкі күледі. Диалогтар: мысықтардың мінездері айқын, қарақат ақылды. Шілде қалжыңбас.